Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың қазақ тілі сабағы 43-ші сабақ. 23-ші жаттығудан 28-ші жаттығуға дейін бірге орындаймыз. Құрметті оқырмандар, сіздер каналымызға тіркеліп, өз көмектеріңізді беріңіздер. Сабақтың тақырыбы сөйлем дегеніміз не? Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлерін білесіңдер. 23-ші жаттығу суретке қара. Қожа туралы фильм қалай аталады? Оның кейіпкерлері кімдер? Қожа туралы фильм менің атым Қожа деп аталады. Оның кейіпкерлері Қожа бізде кейіпкерлері және әжесі. Оқы дейді бізде, оқылым берілген. Бердібек Соқпаевтың бұл шығармасы бізде Қожа туралы шығарма. Содан үзінді оқимыз. Неге шақырдың, Қожатай? Шақырғам жоқ. Дауыстағандай болдың ғой. Неге? Сізге емес, жайша, мұнда құпия кеңес өтіп жатыр. Бөгет жасамаңыз. Оқығаның диалог екенін дәлелде. Бұл жерде оқығанымыз диалог. Себебі диалогты екі адам бір-бірімен сөйлеседі. Диалогке кімдер қатысты? Диалогке Қожа мен әжесі қатысты. Кім сұрады? Әжесі сұрақ қойды бұл жерде. Кім жауап берді? Қожа жауап берді. Диалогты парталасымен рөлге бөліп оқы дейді. Яғни оқушылар, сіздер өздерің қасыңыздағы достарыңызбен, парталастарыңызбен диалогты оқи қойыңыздар. Оны оқып болғаннан кейін диалогты көшіріп жазыңдар. Келесі бізде анықтама тұр екен. Диалогте әрбір кісінің сөзі жаңа жолдан басталып, алдына сызықша қойылып жазылатынын ескерейік, балалар. Келесі тапсырмада оқы, қай сөздердің тобы сөйлемді құрап тұр, өз жауабыңды дәлелде дейді. Неге, Қожатай, шақырдың? Неге шақырдың? Қожатай. Сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Бұл сөйлем қандай ойды білдіретінін айтып көр дейді. Бұл жерде бірінші сөйлем, яғни біріншісіндегі сөйлем емес, сөздер берілген, ал екіншісінде бізде мағынасы жаңа байланысқан сөйлем бар екен. Бұл сөйлем қандай ойды білдіретінін айтып көреді. Бұл сөйлем жауап алу мақсатында айтылып тұрған сөйлем, сұрақ қойылып тұрды балаға. Келесі жаттығуға қарайық. Қожаның алдына қойған міндеттемелерін оқы, көшіріп жаз дейді. Сабақтан себепсіз қалмаймын. Үйге берілген тапсырманы уақытында орындаймын. Мен үлгілі оқушы боламын. Неше сөйлем жаздың дейді. 3 сөйлем жаздық. Әрқайсында не туралы айтылған? Қожаның тәртібі туралы айтылған екен. Сөйлемнің бірінші сөзі қандай әріппен басталып жазылады дейді. Яғни сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен басталып жазылады. Соңына не қойылады дейді? Соңына нүкте, тыныс белгісі қойылады. Сұрақ белгісі қойылуы мүмкін, нүкте, леп белгісі қойылуы мүмкін. Ауызша сөйлеуде сөйлемдер бір-бірімен қалай ажыратылып айтылады дейді. Ауызша сөйлеуде, яғни адамның кідіріс жасауы. Мысалы, сөйлеген кезде біздер кідіріс жасап сөйлейміз, сол кезде сөйлеміміздің аяқтағанын байқауымызға болады. Келесі жаттығу бізде сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем соңына не нүкте, не сұрау белгісі, не леп белгісі қойылады деген бізде ережеміз тұр екен. Хабарландыруды оқы, неше сөйлем бар екен анықта. Хабарландыруды оқимыз. Бұл жерде 3 сөйлем бар. Тиісті тыныс белгілерін қойып, хабарландыруды көшіріп жаз дейді. Яғни қаңтардың 7-сі күні сағат 10-да шаңғыдан мектепшілік жарыс өтеді. Жарысқа қатысамын деушілер ұйымдастыру комитетіне алдын ала тіркелуі қажет. Көлік мектеп жағынан 8:30-да жүріп кетеді. Бұл жерде нүктелерін бас әріппен қай жерде жазылу керек көрсетіліп тұр. Осыған қарап алуларыңызға болады. Сөйлемнің соңындағы тыныс белгілерінің әрқайсысы қандай қызмет атқарып тұрғаны туралы өзің қорытынды жаса дейді. Бұл жерде нүктелер қойылып тұр, яғни бұл бір нәрсе жайлы хабарлап айтып тұр. Сөйлем соңына нүкте қойылып тұр екен. Келесі жаттығу бізде диалогты қалпына келтір, ол үшін мына жауаптардың қандай сұрақтар қою арқылы алуға болатынын анықта дейді. Беріктің иті жоғалып кетті ме? Иә, Беріктің иті жоғалып кетті. Хабарландыру жазды ма? Жоқ, ол хабарландыру жазбады.
итінің ерекшеліктері қандай? Мен беріктің итінің ерекше белгілерін білмеймін. Сол себепті хабарландыру жаза алмаймын. Итінің суреті бар ма? Беріктің итінің суретін тауып хабарландыру жазайық. Сен хабарландыруды қалай жазар едің? Яғни осы жерде сұрақ, міндетті түрде хабарландыру жазатын адамнан бірнеше сұрақтар қою арқылы хабарландыруға біздер мәтінді дайындаймыз. Сосын барып хабарландыруымызды жаза аламыз екен. Келесі жаттығуда бізде сынып оқушылар тіл апталығына қызу дайындалып жатыр. Хабарландыру жазуды мұғалім саған тапсырды. Сен хабарландыруды қандай мазмұнда жазасың? Хабарландырудағы сөйлемдерді пайдаланып мұғалімнің диалогты көрсет. Сәлеметсіз бе мұғалім? Бізде тіл апталығы қай уақытта болады? Тіл апталығында не туралы айтылады? Деп біздер мұғалімге сұрақ қойып, бірнеше сұраққа жауап аламыз. Сосын барып, бізде осындай хабарландыру шығады. Хабарландыру қарашаның 17-сі мен 27-сі аралығында ана тілім ардағым атты тіл апталығы болады. Тіл туралы баяндама, бірінші тіл туралы баяндама, екінші эссе жазу. Осы шарттар бойынша жүргізіледі. Яғни бұл жерде біздер мұғалімге сұрақ қою арқылы өзіміз хабарламада не жазатынымызды сұрап аламыз. Сосын барып бізді хабарламамыз толығып шыға бастайды. Құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабақта сөйлем дегеніміз не туралы айттық, сөйлемнің соңына нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі қойылатын туралы бізде анықтама болды. Және хабарламаларды қалай құратынымыз туралы айтылды. Сіздерге каналымызда тапсырмаларды орындау ұнайтын болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, өз көмектеріңізді беріңіздер.